Сен өзің қандай ұрысың, а? Жоқ, сен ұры емессің. Менің жазығым не? Ұрлап келе жатқан олжамды үнемі Елдос пен Аяжан шығып тартып алады. Жоқ, нағыз ұрыға ешкім кедергі бола алмау керек. Енді не істейміз? Тәуекеңнен тағы да ұрыс естідік. Жоқ, бұлай болмайды. Олардан кегімізді алуымыз керек. Әлгі Аяжан мен Елдосқа қарсы жоспар құрайық. Жоспарымыз оларды сазға отырғызу. Елдос, маған сенің көмегің керек болып тұр. Қандай көмек? Қане айта бер. Жақында менің анамның туған күні. Ал мен оған не сыйларымды білмей отырмын. Ой, қандай жақсы. Кел екеуміз бірлесіп, жақсы бір сыйлық дайындайық. Жақсы, Елдос. Тек не сыйлаймыз? Соны ойланшы. Әрине, гүл сыйлау керек. Тек гүл ғана ма? Тағы бір ерекше нәрсе сыйлағым келеді. Онда әдемі, ашық хат алып, оған әдемі тілектер жазайық. Ол да жақсы. Бірақ ол ерекше емес қой. Я, онда не істесе екен? Онда әдемі бір құмыра сыйлайық. Оған гүл салып қояды. Тамаша! Ой, меніңше бұл сыйлығымызға ол қатты қуанады. Бірақ қандай құмыра аламыз? Білмей тұрмын. Сәлем, достар. Сәлем, Бо. Нихао, қалай, Бо? Рахмет, бәрі жақсы. Сендер қалайсыңдар? Жақында Аяжанның анасының туған күні. Біз соған не сыйлаймыз деп ойланып отырмыз. Сонымен не сыйлайтын болдыңдар? Я, біз оған әдемі құмыра сыйлайтын болдық. Бірақ оны қайдан алатынымызды тапқан жоқпыз. Бізде Қытайда әдемі құмыралар өте көп. Бізге келіңдер. Мен сендерге таңдауға көмектесем. Бо, жақсы болды ғой. Я, тамаша, бізді күт. Біз әдемі құмыралардың бірін ұрлап кетеміз. Олар не істер екен, а? Жарайсың, Сотқарбай. Қане, тезетіп Қытайға аттанайық. Солтүстікте жатыр тасы көненің, оңтүстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөленіп. Дүниеде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Құмыра. Мұнда мен құмыра көріп тұрған жоқпын. Әлгі Аяжан мен Елдос келіп қалмаса игі. Әй, сен тағы да кәмпит жеп тұрмысың? Одан да құмыраны іздесеңші. Менің қорыққанда кәмпит жейтінімді білесің ғой. Міне, іздегенімізді таптық. Құмыраны аламыз да қашамыз. Аяжан мен Елдосқа тосын сый. Қытай еліне қош келдіңдер. Мен сендерге мұражайда тұрған бір құмыраны көрсетем. Ой, Бо, тездетіп көргіміз келеді. Я, анама арнап алатын сыйлығымды тездетіп көргім келеді. Онда соңымнан еріңдер. Ой,
Мынау тіпті әдемі құмыра емес қой. Қызық. Иә, қызық болып тұр. Бұл жерде мен әулетінің құмырасы болуы керек еді ғой. Мен әулетінің құмырасы? Ол не екен? Ал мына құмыра шынында да әдемі екен. Жаңағыға мүлдем ұқсамайды ғой. Сонда бұл құмыра қайда кетті? Мүмкін бұл құмыраны ұрлап кеткен шығар. Онда оны тауып орнына қою керек. Ол өте бағалы мұрағат қой. Ал мұнда кәмпит қағаздары жатыр. Мұражайда кәмпит қағаздарын шашып тастағандары несі? Бұл кәмпит соғар Бубудың ісі болар. Құмыраны алған солар. Қане, соңынан қуамыз. Бо, сен бізді осында күт. Ха-ха! Біреудің жоспарын бұзған қандай екен? Дәуеке, біз сізге бағалы сыйлық бергіміз келеді. Аяқ астынан сендерге не болды? Өйткені біз сізді жақсы көреміз, құрметтейміз. Бұл сыйлық өте көне зат. Мен әулетінің құмырасы. О, қарай көр. Өздерің мықтысыңдар ғой. Құлар, қане, жандарыңның барында құмыраны қайтарыңдар. Жоқ, бұл біздің Дәуекеге арналған сыйлығымыз. Сағыздай жабысып айырылмады ғой мыналар. Тәртіпке шақыршы. Онда қары шашағы, ұрысқа. Бер жазаларын. Алақай, біз жеңдік. Қандай әдемі құмыра. Сендерге үлкен рахмет. Сендер өте бағалы мұрағатты ұрылардан құтқарып қалдыңдар. Ал ол несімен бағалы? Айтып берші бізге. Қытайдың фарфор ыдыстары әлемге әйгілі. Оның жасалды құпиясын қытайлар әлі күнге дейін құпия ұстайды. Ғажап! Қытай фарфоры сонда өте бағалы болып тұр ғой, е? Қараңдаршы, қандай әдемі боялған. Иә, ол рас. Мұндай құмыралар өте аз қалды. Олар тек мұражайларда ғана сақталады. Біздің елімізде, Қазақстанда да ескі қалалардың орнын қазған кезде түрлі ыдыстар табылған. Жақсы екен. Сендер оны көрдіңдер ме? Бүгінгі саяхат өте қызықты болды. Рахмет саған. Бірақ мына құмыраны біз анамызға сыйлай алмаймыз. Өйткені
Ол мұражайдың мұрағаты ғой. Дұрыс айтасың, Аяжан. Бұл құмыра тарихи жәдігер ғой. Аяжан, мен де сенің анаңды келе жатқан туған күнімен құттықтаймын. Біз елімізге қайтайық. Сау бол, Бо. Құмыра тамаша екен. Бірақ маған одан да жақсы бір ой келді. Ең жақсы сыйлық өз қолыңмен жасалған зат емес пе? Әрине. Онда біз аппақ құмыра сатып алып, сыртына өз қолымызбен сурет салайық. О, табылған ақыл. Мұндай сыйлық анамызға сөзсіз ұнайды. Алақай,